Қайырлы күн достар, сіздермен Назерке. Бүгін сіздермен өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын күлше нандар жасаймыз. Осы нан пісірген рецептің қамырымен тіпті бауырсақты да, пиццаны да пісіріп алдым. Бәрі де өте дәмді шығады. Ең алдымен қамырын дайындауға кірісеміз. Таза ыдысымызға 1 литр жылы сүтімізді құямыз. Оған бөлме температурасындағы кішкене сары май және сұйық май құямыз. Bir ас қасық қантымызды саламыз және бір ас қасық тұз саламыз. Осы массаны жақсылап араластырып, ұн сала отырып, жұмсақ қамыр елейміз. Сүт сәл ыстықтау болғандықтан кішкене ұн салып болғаннан соң ашытқыны үстінен салдым. Жақсылап иін қандырып илеп болғаннан соң бетін жауып, жылы жерге ашығанша қойып қоямыз. Қамырымыз ашығаннан соң нан жасайтын жерімізге алдымен кішкене ұн себелеп аламыз. Қамырымызды салып, бөліктерге бөлеміз. Бұл жерде менде қамырдың барлығы емес, тек жартысы ғана. Осы қамырды теңдей 4 бөлікке бөлдім. Және енді жақсылап зуала жасап шығамыз. Зуала жасап болғаннан соң қамырымызды жұмсау үшін кішкене 5-10 минутқа қалдырамыз. Міне табамызға орналастырдық. Енді қамырымыз кішкене жұмсағаннан кейін нандарымызды жасап шығамыз. Күлше нандарымызды жасап болғаннан соң, қамырымыз кішкене көтерілуі үшін 15-20 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Мінекей күлше нандарымыз көтеріліп, дайын болды. Енді осыған жұмыртқаның сары уызын жағып шығамыз. Нанымыздың ортасы қатты көтеріліп кетпес үшін қолымыздың ұшымен осылай басып шығамыз. Нандарыңыз әдемі көріну үшін күн түзесеңіз де болады. Осы нандарымызды 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей әп-әдемі күлше нандарымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Ас болсын, келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.